Балалар бізде математика сабағы, яғни балалар осындай тамаша керемет көңіл күйлерімізбен сабағымызды бастайық. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмін қолдануды баған түрінде есептеуді үйренемін. Олай болса, тақтаға назар аударайық. Әр бағандағы фигуралар санын анықтайық. Балалар, қандай фигура болып тұрсыңдар? Дөңгелек. Олай болса, бізде неше ондық бар екен? Санайық бәріміз бірігіп. 1, 2, 3. Жақсы. Ал бірлік неше? 1, 2. Балалар, неше таңбалы сан құралдары бар? 32. Ануар? 32. Балалар, 32 неше таңбалы сан? Айхан? 32 таңбалы сан. Жарайсың. 32 санында неше ондық, неше бірлік бар? Зере? 3 ондық, 2 бірлік бар. Жақсы. Олай болса, балалар, осыны біз сандарды тұтас оқиықшы кәне. Қандай сан шықты бізде? 32. Келесіні санайық, келесі фигураны. 1, 2, 3, 4. Неше ондық бар балалар? 4 ондық. Келесі бірлік санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Бірлік нешеу? Қандай сан шықты? 45. 45 неше таңбалы сан? Айару? 45 екі таңбалы сан. 45 санында еркеулар неше ондық, неше бірлік бар? 45 санында 4 ондық, 5 бірлік бар. Жарайсыңдар. Олай болса, қол соғып қояйық. Келесі тапсырмаға көшейік. Дәптерімізді ашайық. Математикалық диктант жазамыз. Егер әдемі отырса, әдемі жазамыз. Дайынбыз ба? Жақсы. 9 ондық, 6 бірлік. 5 ондық, 2 бірлік. 5 ондық, 2 бірлік. 8 ондық. 4 ондық, 5 бірлік. 4 ондық, 5 бірлік. 7 ондық, 9 бірлік. 3 ондық. 0 ондық, 9 бірлік. 0 ондық, 9 бірлік. Болса, қаламды қоямыз. Қарындашымызды аламыз. Тексереміз. Өзімізді тексеріп көрейік. Кімдікі дұрыс, үстіне, яғни қосу таңбасын қойып отырамыз. Кімде қате шықты, азайту таңбасын қоямыз. Тексеріп болдық па балалар? Жақсы. Балалар, мына сандарға назар аударайықшы. Қандай артық сан бар?
Кім байқады? Неге 9 артық деп ойлайсыңдар? Зере айта ғой. Жарайсың, молодец. Дұрыс айтасыздар. Кім айырмашылықты тапты? Кім Зере сияқты ойлады? Жарайсыңдар. Олай болса, келесі. Балалар, тексертсек, кімде қате кеткен жоқ? Ешқандай қате жібермеген бала бар ма? Ол бірінші Смайловқа таңдайды. Кімде бір қате кетті, бір қате кеткен бала бар ма? Бар ма? Бір қате кеткен бала екінші Смайловқа таңдайды. 3 қате кеткен бала бар ма? 4 қате жіберген бала бар ма? Жоқ. Тамаша. Бірде-бір қате жібермеген балалар бар ма? Тамаша. Кім бір қате жіберді? Ділда, иә? Ділда бір қате жіберді. Ділда бір қате жіберді. Жақсы. Балалар, бүгін біз сіздермен 2 таңбалы сандарды бағамдап, қосу және азайту алгоритмін үйренеміз. 2 таңбалы сандарды бағамдап қосқан ыңғайлы. Ал енді баған түрінде біз дәлелдеп көрейік. 63 пен 34-тің қосындысы ондықтардың астына жазамын. Бірліктердің астына жазамын. Балалар, 63 санында 63-те неше бірлік бар? 34-те неше бірлік? Бірліктерді қосамын. 3 пен 4-тің қосындысы 7-ні бірліктердің астына жазамын. Ал ондығым қанша? 6. Ондықтарды қосамын. 6 ондыққа 3 ондықты қосамын. Қанша ондық? 9 ондық. 9-ды ондықтардың астына жазамын. Осындының мәні 97-ге тең. Балалар, әрі қарай келесі жұмысты жалғастырамыз. 87 мен 52-нің айырмасы. Ондықтардың астына жазамын. Бірліктердің астына жазамын. Бірліктерді азайтамын. Ондықтарды азайтамын. Балалар, 87-де неше бірлік? 7 бірлік. 7 мен 2-нің айырмасы қанша? 5 бірліктердің астына жазамын. Ал балалар, 8 ондығымыз қанша? 87-де 8 ондық. Ал 2-де 8 бен 5-тің айырмасы 3 ондықтың астына жазамын. Айырманың мәні 35-ке тең. Жарайсыңдар, тақтадағыға назар аударайық. 32 мен 45-тің қосындысы. Балалар, ондықтардың астына жазамын. Бірліктердің астына жазамын. Қосқан кезде балалар, ең алғаш бастағанда бірліктерді қосамын. 32-де неше бірлік бар? Неше бірлік? 2 бірлік. Азамат. 45-те неше бірлік? 5. Ділда. Бірліктерден кем қосамын. 2 мен 5-тің қосындысы 7-ге тең. 7 бірліктердің астына жазамын. Ал ондығым қанша? 3. 45-те ондығым қанша? 4. 3 ондық пен 4 ондықты қосамын. Қанша ондық? 7 ондық. 7 ондықты ондықтардың астына жазамын. Сонда қосындының мәні нешеге тең болды? 77-ге. Жарайсыңдар. 77 мен 32-нің айырмасы. Ондықтардың астына жазамын.
Birliklerden астына yazamız. Birliklerді azaytamыз. Ondықтарды балалар 77'de бірді неше бірлік бар? 7. Ал 32'de неше бірлік бар? 2. 7 мен 2'nin айырмасы неше кеткен? 5 кеткен. 5 бірлікті қайда жазам балалар? Бірлікті астына. Ал 7 ондықтан 3 ондықты алам қанша? 4 ондық. 4 ондықты қайда жазам балалар? Ондықтан бар астына. 7 мен 3'tün ayırması 4'te 2. Ayırmanın мәні 45. Vallahi her qaray sabahımızda jinaklap түсінгенімізді білу үшін сендерге сиқырлы шарлар әкелдім. Бұл сиқырлы шарларда сендерге тапсырмалар берілген. Яғни екі таңбалы сандарды қосу азайтуға арналған тапсырмаларды бағанда болса, олай болса, алдында шарларынан планшетіміз аламыз, планшетке орындаймыз бағанда. Тапсырма түсінікті ме балалар? Әркім өз шартына барады. Әркім тапсырмасын алады, оқиды. Дайын балалар болса, басқа 2-3 балаларды күтейік. Жақсы, кім дайын? Жақсы. Диана, оқиды, қандай тапсырма берді саған? Қатты сөйлеп, басқа балаларды, басқаны. 89 ben. 89 ben 34 ayırması 20. Anlar verir. Ondaktan yazamız, bölükten aslında bölükte yazamız. Ayırmanın məni. Qançaға deyim? Ayırmanın məni 25 Жарайсың, тамаша. Еркек бар. 29 ben 23'tün ayırması 36'ga тең. Ondықтардың астына ondықтарды. Көрсет. Бөліктердің астына бірліктерді жазамыз. Бөліктен бөлікті азайтамыз, ондықтан ондықты азайтамыз. Айырманың мәні 36-ға тең. Тамаша еркек бар. Айыру. 86 мен 34-тің айырмасы 53-ге тең. Планшеттеріміз көрсетіп отырыңдар. Ayırmanın мәні қаншаға тең болды? 53-ге тең. 53-ге тең. Зере, жарайсың. Қосындысы 67-ге тең. Бірліктің астына бірлік. Ондықтың астына ондықты жазамыз. Бірлікке. Бірлікті. Қосамын, ондыққа ондықты қосамын. Қосының мәні 67-ге тең. Тамаша Зере. Алихан оқи қой. Көрсет. 41 мен 27-нің қосындысы 68-ге тең. Ондықтарды ондықтың астына бірліктерді бірліктің астына. Ayır. Қосындының мәні қаншаға тең болды? 68-ге тең. Жарайсың. Азамат айта қой. 27 мен 22-нің қосындысы 97-ге тең. Қаншаға тең? 97-ге тең. Қателеспе. Ондықтардың астына ондықты жазамыз, бірліктің астына бірлікті жазамыз. Қосындының мәні. Қосындының мәні 79-ға тең. Жарайсың. Bir daha оқи қой. Көрсет. 63 мен 21-нің қосындысы 84-ге тең. Ондыққа ондықты жазамыз, бірлікке жазамыз. Ayırmanın мәні Қосынды. қосындының мәні 84-ге тең. Жақсы. Тек қана білді. Мұқият қол жазған кезде, иә? Жақсы. Шерайы. 24-тен
25'in koyulması 97'ye teң. Kani, qanchaga teң? 7-9'a Hı teң. hı. Onduktan aslında 10'lukta жазамыз, 1'likten aslında 1'likte жазамыз. 1'likке 1'lik қойсам, 10'лukка 10'lukta жазамыз. Озын дірінің мәні 7-9'a тең. Молодец, Şerele. Ayağı? 67'den 36'nın ayırması 31'e teң. Onduktan aslında 10'lukta жазамыз. 1'likten aslında 1'likte жазамız. 67'den 36'nın ayırması 31'e teң. Tamaşa. Жарайсың. Алан бар сен оқуды. Кім оқымай алды? Değil. Сегіз. 89 28'den ayırması 61'e teң. Жақсы. Кім оқымай қалды балалар? Мажан оқыды. Тез. 29'dan 45'den ayırması 14'e teң. Жақсы. Алмас оқушы. 44'ten 8'nin қосындысы 76'ga teң. Жақсы. Бәріміз тапсырманы орындап қой балалар, иә? Тамаша. Жарайсыңдар. Оқушы бала отыру керек. Әрі қарай тапсырмамызды жалғастырамыз. Балалар, ақыл ой жаттығуы. Қазір біз келесі тапсырмаға көшу үшін миға шабуыл жасап алайық. Яғни миымызды не істеу керек? Қозғалту. Екі қолды не істеу керек? Қозғалту керек. Денемізді не істеу керек? Қозғалту керек. Ол үшін балалар, қазір біз жаттығулар жасаймыз. Ендеше мынау А3 қазір аламыз плакатты. Алып қабарымыз. Мына плакатта не бейнеленген? Бейнеленген ұшақ. Сонымен бірге алдымызда бізде не тұр балалар? Ендеше аламыз екеуін. Алып па? Аламыз. Бірінші ұшақ алайық. Алып па? Қақпақшаны алып па? Дайынсыз ба? Ойымызды, ақылымызды, миымызды жұмыс жасау үшін екі қолмен жұмыс жасау керек. Дайынсыз ба? Аламыз. Анвар бол. Анвар қосып тұрып. Анвар. Кімде жоқ болып? Бар ма бәрімізде? Бастаймыз. Тапсырманы орындайық. Мен де сендермен бірге жұмыс жасаймын. Жақсы. Тамаша. Тағы қалай жүргізуге болады? Екі қолмен. Ол сол қолды пайдаланып. Жақсы. Келесін алайық. Келесі ұшақты алайық. Келесін алайық. Бәрімізде бар ма? Жақсы. Келесі тапсырманы орындайық. Екі қолды қоса жұмыс жасатып отырамыз. Жақсы. Тағы қандай жолмен жасауға болады? Әркімнің өз ойлау қабілетіне қарай. Миға шабуыл жүріп жатыр ма? Жылдамдық жүріп жатыр ма? Қозғалыс бар ма? Тамаша. Бұдан да жылдамырақ. Бұдан да жылдамырақ. Жақсы. Бұдан да жылдамырақ. Қалай жасауға болады? Миды жұмыс жасатамыз. Отыр. Жасай бер қарай. Қозғалма. Ануар жасай бер, қозғалма. Миды жұмыс жасата береміз әрі. Жақсы. Жақсы. Балалар миға шабуыл жасатып ба? Жұмысты аяқтаймыз. Партаның шетіне қойыңдар. Келесі. Дәптерімізді ашамыз. Дәптерді ашамыз. Қалыптастырушы бағаламыз тапсырмасын орындаймыз. КБ деп қойайық. Екі клетчатаста КБ. Яғни баған түрінде жазып есептейміз. Баған түрінде жазып есепте. Мұқият бол, зерек бол, ақылды бол.
жазған кезде цифрларға бағана сабақта айтылған ойларды жинақтап орындауға тырыс. Кім болды? Қаламын көтеріп отырады. Мен бірден шақырамын. Кім болды? Болған. Бірден қаламын көтереді. Балалар, кімді бағаламадың? Барлығын тексердің ба? Жақсы. Балалар, енді мұқият бері қараңдар. Яғни, мына дискрипторге назар аударамыз. Ануар, яғни, кімде 10 бала алды? 10 алды. Ділді алды, яғни зер алды. Кім 10-ның 9 балын алды? 1, 2, 3 бала алды. Кім 10-ның 8-ін алды? 1, 2, 3. Кім 10-ның 7 балын алды? 1, 2, 3. Кім 10-ның 6 балын алды? Кім 6 балын алды? Кім 10-ның 5 балын алды? Бар ма? 10-ның 4 балын. Балалар, тамаша. Бірақ, мұнаға мұқият. Неге қояр едім? Азаматқа 10 балын. Азамат бірліктің аса бірлік. Міне, қараңдар. Ел цифрларды дұрыс жазады. Көбісін осы жерден бал төмен түсті. Яғни цифрларды әдемі жазу керек. Клеткаға дұрыс салу керек. Сондықтан мынау шығарған мысалдардың барлығы дұрыс, қосқандарын да, азайтқанын да, алгоритм бәрін ретпен жазғансыңдар. Бірақ мұндағы бір кемшілік мына цифрларды дұрыс жазу керек. Соны келесі сабақта соны ескеру керек. Жақсы, өте жақсы. Енді балалар, келесі бас қатырғыш тапсырмасында балалар мұқият болыңдар. Балалар, бізде мынау не берген? Стакан. Неше стакан тұр? 3 стакан тұр, иә? Балалар, 3 стаканда не құйылған деп ойлайсыңдар? Су, иә балалар? Мұқият болыңдар. Бізде 3 стаканға су құйылған. Ал балалар, мынау не бізде? Не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтады. Қант. Ендеше тапсырма былай. Планшеттердің алдында планшеттен орындаймыз. Әркім ойланады. Қанттарды стакандағы суға салғаннан кейін қайсы стакандағы су тәтті болады? Не себепті? Сендер планшетте қай стакандағы су тәтті? Соны жазасың. 1 болса 1 деп белгіле. Жауабын ойлан. 2 болса 2 деп белгіле. 3 болса 3 деп белгіле. Бірақ сұраққа мұқият бол. Бұл тапсырма күнделігі біздің орындайтын бас қатырғыш тапсырмасы. Қанттарды стакандағы суға салғаннан кейін қай стакандағы су тәтті болады? Не себепті? Себебін айтасың. Ойлан. Жауапты тексеріп көрейік. Сандырға салыңдар. Балалар, қай стакан деп ойлайсыңдар? Қай стакандағы су тәтті деп? Мен білмеймін. Қазір. Болды ма жаза салып? Жазып болса, планшетті көтерейін. Мен жауаптарын бірден тексерейін. Кімде 1 болып отыр? 1, 2, 3. Кімде 2 деп отыр? 1, 2, 3, 4 балада. Кімде 3 деп отыр? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодцы. Балалар, кімде 3 деп отырған бала, оныкі дұрыс. Неге себебі? Ал аяғаншы себебі? Аяғаншы екені 1 және 2 стаканда су көп, ал 3-ші стаканда су аз. Тамаша. Міне, балалар, неге қателестіңдер? 1-ші стакандағы суды қара. Көп па? Логика ойлану керек. 2-ші стакандағы суды қара. 1-ші стаканға қарағанда бұл аз, иә? Ал 3-ші стакандағы суды қара. Бұл қандай? Өте аз.
Енді мына қанттың мөлшері қандай? Сонда мынау қай стаканға мына қантты салғанда тәтті болады? 10 стакан. Неге деп ойлайсыңдар? Мәне, енді ғана деп, өйткені бұл стакандағы су қандай? Сондықтан оған салған қант қандай болады? Міне, сонда бүгін бізде балалар 6 бала қателесті. Сондықтан бас қатырғыш дегенде кішкене не істеу керек? Ойлану керек. Тамаша балалар, бүгін біз сабақты аяқтаймыз. Сабақ сендерге ұнады ма? Сабақта біз не үйрендік? Не білдік? Маған өздеріңіз сабақта алған әсерлеріңді мынау шар арқылы білдіресіңдер. Қолыңыздағы шарды ұстаңдар, шарды жақындап, Енді ойлан, егер бүгін сабақ қызықты болып, сабақтан қандай әсер алдың, ойынды жинақта. Егер ол бала сабақта түсінген болса, ол бала шарды алады, яғни ол бала шарды шығарады. Егер бүгінгі сабақты түсінбей, әлде болса да маған жұмыс жасау керек деген бала болса, шарды алмайды, мынау партаға жапсырып тұрады. Ал мүлдем сабақты мен түсінбедім, өте сабақ қиын болды, маған көмектесіңіз деген бала маған әкеліп береді. Кім айтады сабақ жөнінде? Мен содан. Ал Зере айтады. Сабақ өте қызықты. Біз балада қосуды және азайтуды үйрендік. Сабақ түсінікті болды ма? Шыра бер, шағын шыра бер. Жібере сал. Кім тағы айтады? Алихан айтады. Жібере сал бер. Зере. Алихан. Қаттай, мазған шейін. Сабақ өте қызықты. Енді шағын шығарады. Тез айтайық. Алмас, сабақ, сөйледі сабақ.